Сәлем замандастарым, бүгін магазин для убийц атты кәріс дорамасының 6 бөліміне қысқаша мазмұн жасаймын. Телехикаяның 6 бөлімі 17 жыл бұрынғы Жеманның әскери қызмет өтеп жүрген кезінен басталады. Женман құпия бөлімнің қауіпсіздік командирі қызметін атқарады. Женманның тобындағы әскерлерге шет елде жүрген кореялық бизнесменді аман-есен елге алып қайту бұйырылған екен. Олар бизнесменді алып келе жатқанда, сол елдің жергілікті қылмыстық тобы оқты жаңбырша жаудырады. Сосын Женманның тобына жәрдемші күш келіп тапсырманы сәтті аяқтайды. Сосын Жеманға қол астындағы бір әскер келіп, Бел әлі басқармаға оралмады дейді. Жеман тапсырма бітті деп тобына артқа қайтарып, жанына Пасенді алып Белдің қасына кетеді. Сол кезде Пасен екеуі бірге қызмет атқарғанын білеміз. Екеуі Белдің тобын іздеп ғимарат ішіне кіреді. Ішкеріде Бел қарапайым халықты да қоса атып өлтірген екен. Ал оған қарсы болған серігінің де көзін жойыпты. Белдің қасындағы тағы бір серігі Белге қарап, енді не істейміз деп тұрғанда, Женман кіріп келеді. Женман Белге бұл жерде не болды дейді. Бел бұның бәрін қылмыскерлер жасады деп тұрғанда, арттарынан кішкентай бала қару ұстап кіріп қалады. Бел ойланбай баланы атып тастайды. Содан кейінгі кадрда Женманның сот отырысында тергеліп жатқанын көреміз. Тергеуші Женманға, сіз Белдің қарапайым халықты өлтіргенін көрдіңіз бе деп сұрайды. Женман ұзақ ойланып жоқ деп жауап береді. Сөйтсек Женманға бастығы Белді сатпауын бұйырған екен. Женман оның есесіне Белді артық менің тобыма қоспайсыз деп келіседі. Бастығы о баста айтылған Бабыл деген ұйымның жетекшісі. Женман сол ұйымға қызмет етеді. Бабыл Жеманның тобына қауіпті тапсырма жүктейді. Бірақ тағы да Белді бұларға біріктіреді. Жеман бастығына ашуланады. Бастығы бұл соңғы рет. Себебі тапсырма өте қауіпті, есірткі сатушы ұйымды құрықтау керек дейді. Жеман амалсыз келісіп тапсырманы орындауға кетеді. Жолда Белге тек қылмыскерлер сенікі, ал қарапайым халыққа тимейміз. Егер тағы да бұйрықты орындамасаң ісім сенімен болады дейді. Сөйтіп барлығы тапсырманы орындауға жұмылдырылады. Жеман қылмыскерлердің бастығын құрықтап басқа жақтағы топ мүшелеріне қайтамыз, тапсырма орындалды деп бұйрық береді. Ал мына жақта Белдің тобы да бұйрықты естіп қайтқалы жатқанда, Бел құрсауда отырған қыздарды көріп қалады. Қыздар құтқарыңдар деп жалынады. Бел қыздарға қарап, бәрі жақсы болады деп бөлмеге граната лақтырып, өздері тығылып қалады. Сол кезде Жеман келіп не болып жатыр дейді. Бел бастық маған бұл жерде қарапайым халық болмайды деген дейді. Сосын Жеман Белге қаруын кезеніп екеуі тіресіп қалады. Қасындағы серіктері оларға басу айтып сабырға шақырады. Сосын Жеман енді барлығын тазалап кетуіміз керек деп үй ішіне бомба қойып шығыңдар дейді. Жеман бомба орналастырып жатып шкафта біреудің барын сезеді. Шкафқа жақындап ашып қалса, одан бір бикеш атып шығып қорғана кетеді. Жеман ол қызды қарумен тоқтатады. Әлгі қыз мені тезірек өлтір деп жылайды. Сол кезде оның Минхе екенін білеміз. Минхе мен Жеман осылай танысады. Жеман Минхені өлтірмей жасырып кетеді. Барлық топ мүшелерін жіберіп артынан қайта келіп Минхені алып шығады. Бұларды шығар жолда Бел күтіп тұр екен. Бел Жеманға қарап, бәрімізді жіберіп тек өзің көңіл көтерейін дедің бе деп мырс етіп күледі. Жеман қызға сен қаш деп қызды алға жібереді. Сосын Бел мен Жеман екеуі алыса кетеді. Бел Жеманды жығып, мен адам өлтіруді ұнатамын. Ол кім екені қызық емес, досым әлде қасым болса да. Бүгін сені де өлтіремін деп енді пышағын сұғуға оқталып жатқанда, Белдің басына оқ тиеді. Оқты әлгі Минхе атқан екен. Оқ Белдің көзіне тиіпті. Бірақ әлі тірі. Бел Жеманға мені қазір өлтір, болмаса түбіңе жетемін дейді. Жеман ашуланып оны өлтірейін десе, оғы таусылып қалыпты. Сол кезде Минхе асығу керек, уақытымыз қалмады дейді. Кейін үлкен жарылыс болады. Жеман мен Минхе сыртқа шығып үлгіріпті. Ертеңіне Жеманды Белдің өлімі бойынша тергейді. Жеман маған қылмыскерлер тап берді. Бел мені құтқаруға келіп, өзі мерт болды дейді. Сосын Жеман жұмыстан шығуға арыз жазып үйіне жол тартады. Үйіндегілер Жеманды жылап күтіп алады. Сөйтсе Жеман 8 жылдан бері үйіне хабарласпаған екен. 6 бөлімнің соңында Белдің аман қалып, бірге қызмет еткен досының қасына барғанын көреміз.